сәлем оқушым, жағдайың қалай? Сенмен бірге Зарина апай. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырып әрине ол тәрбие теориясының негізгі 6 бағыттан құралған. Соның ішіндегі біз білу керек және біздің ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін ұлттық құндылығымыз. Бұл тақырыпты қозғамас бұрын сендерге қысқаша өздерің білетін ақпараттарды айтқым келеді. Жалпы миға шабуыл ретінде видеоны паузаға қойып, өздерің ұлттық құндылық деген кезде ойларыңа не келеді, соны жазып шығыңдар, жарай ма? Я оқушы, егер сен ұлттық құндылық деген сұраққа ең бірінші көз алдыңа киіз үй, әшекей бұйымдар, ұлттық тағамдар, ұлттық ойындар түсетін болса, демек сен дұрыс жолдасың. Және менің қазіргі сендерге түсіндіретін тақырыбым осы киіз үй жайлы, әшекей бұйым жайлы және тағам жайлы. Яғни осы үш нәрсе бізге негізгі тұғыр болып, осы нәрсенің тақырыбын ашуға үлкен зор еңбек сіңіреді. Ең бірінші ұлттық киім жайлы сендерге түсіндіргім келеді. Ұлттық киім ол қазақтың тек сыртқы бейнесін, формасын көрсететін киім емес, ол нағыз болмысты, біздің табиғи элементімізді, әрбір киімнің өзінің бір кию үлгісі, себебі, астары бар. Сол туралы айтқым келеді, иә? Мысалға, ертеде 17-18 ғасырда бойжеткен қыз өзінің үйінен ұзатылып барғанда басына сәукеле киюінің өзі, ата-бабаларымыздың шапан киюі, әжелеріміздің, әпкелеріміздің камзол, кимешек киюінің өз мағынасы, өз астары бар. Мысалға, сәукеле кию ол қыз баласының бой жетіп, ер жетіп, әрі қарай өзінің тағдырын, өзінің болмысын, өзінің қайын жұртына бергенін білдіреді. Демек, бұл жерден біздің түсіну керек нәрсе, ол ұлттық киім тек қана сән, стиль емес, ол біздің мына тұнып тұрған болмысымыз. Сендерге тағы да бір маңызды аспект айтқым келеді. Осы ұлттық киімдерді кию біз үшін ол өзіміздің рухани құндылығымызды дамытатын бір бөлшек десек болады. Қазіргі таңда тек 22 наурызда емес, 14 наурызда емес, күнделікті өмірде кию арқылы біз өзіміздің рухани құндылығымызды дәріптей аламыз. Және осыны біз дағдыға, әрекетке айналдыру арқылы басқа ұлт өкілдерінің қызығушылығын арттырамыз. Осындай біздің ұлттық құндылықтарымызды, салт дәстүрімізді, киім-кешектерімізді естен шығармай дәріптейтін Қаскелең қаласындағы анаға құрмет деген мұражай бар. Оқушылар дәл осы мұражайға өздерінің достарыңды ертіп, мұғалімдеріңмен, ата-аналарыңмен демалыс күндері барсаңдар болады. Дәл осы мұражайда біздің ұмыт болып кеткен қаншама ұлттық салт дәстүрлеріміз, ұлттық киімдеріміз, ұлттық әшекей бұйымдарымыз, тіпті ұлттық тағамдарымызға дейін барлығы сақталған. Яғни осы арқылы біз дәл осы мұражайдың танымалдылығын дамыту арқылы, өзіміздің көкжиегімізді кеңейту арқылы ұрпаққа осы нәрсені жалғастыруды мақсат етпекшіміз. Сендерге бұл тақырып, осы тақырып өте қызық болды деп ойлаймын. Назарларыңа рахмет оқушылар. Дәл осы видеоны достарыңа, сыныптастарыңа жіберсеңдер болады. Ендеше қош аман бол оқушылар. Сендермен бірге Зарина апай.